Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, достар, желі қолданушылары. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қарқаралыда Абайдың ізі қалған деп аталады. Бұл сабағымыз Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына арналады. Құнанбай Қажы мешітінің құрылысы 1849 жылы басталып, 1851 жылы қолданысқа берілген. Мешітті Құнанбай аға сұлтан болып тұрған кезде ұйымдастырып салынғандықтан Құнанбай Қажы мешіті деп аталады. Мешіттің ашылуына 6 жасар бала Абай да қатысады. Кеңес үкіметі кезінде мешіт тұрғын үй, қойма және де басқа да мақсаттарға пайдаланылды. Кейіннен бұзылып құлап қалды. 1990 жылы атақты ғалым, әл-фараби танушы Ақжан Машанидың бастамасымен аудан басшыларының қолдауымен мешіт бастапқы қалпына қайта келтірілді. 2010 жылы мешітке реставрация жұмыстары жүргізілді. Бұл мешіттің ескі суреті. Бұл сурет қазіргі кездегі мешіттің көрінісі. 2019 жылы Құнанбай мешітінің жанына аудан әкімінің бастамасымен Құнанбай Қажы мен бала Абайға ескерткіш қойылған. Ескерткіш таза мыстан құйылған. Тұғырымен есептегенде 4 метрден асады. Ескерткіштің авторлары Талғат Байорозов пен Кенжебек Ошонтаев. Ақынның әкесі Құнанбай Қажы Қарқаралыдағы бай татар көпесі Қалиолла Бекметовпен жақсы қарым-қатынаста болған. Қарқаралыға келгенде татар көпесінің көкшатырлы үйіне тоқтаған. 1851 жылы Абай әкесімен еріп Қарқаралыға келгенде осы үйге тоқтаған. Көкшатырлы үй 1830 жылы салынған, 10 бөлмесі бар, 2 қабаттан тұрады. Қазіргі таңда Абай тоқтаған үй деп аталады. Қарқаралы ауданының мәдениет бөлімі осы үйде орналасқан. Бұл сурет Абай тоқтаған үйдің ескі суреті. Абай Құнанбайұлы Қарқаралыға келгенде көкшатырлы үйде осы бөлмеде әкесі Құнанбаймен бірге қонған. Бұл үйде Абайдың портреті, шежірелері, қазақи домбыра, қамшы және де қазақи тұрмыс жабдықтарымен жабдықталған. Қарқаралыға келген қонақтар осы үйге келіп, Абайдың бөлмесіне келіп, суретке түскен. Абайдың 2 әйелінен тараған ұрпақтарының шежіресі. 1945 жылы түскен Абайдың туысқандарының суреті. Абайдың өз үйінде отбасымен түскен соңғы суреті. Абай ұлдары Ақылбай және Тұрағұлмен түскен суреті. Абай Құнанбайұлының 175 жылдығы қарсаңында 1918 жылы Абай тоқтаған үйдің алдында гранит тасты орнатып, ақынның суретін Қарқаралы қаласының тұрғыны, аудандық архивтің басшысы Кәрім Манарбек баласы Ерасыл екеуі қашап салған. Есіміз суретші Темірғали Махметов Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына арнап мына медальонды біздің Қарқаралы музейіне тапсырды. 2020 жылдан бастап Қазақстан бойынша 10 тамыз Абайдың мерекелік күні болып белгіленді. Абайдың шығармалары, атап айтқанда 45 қара сөзі, 3 поэмасы, 176 өлеңдері қазақ халқының ғасырлар бойы өшпей келе жатқан рухани қазынасы. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.